Армысыз, құрметті көрермен, біз өз арнамыздағы хабарларды Астана қаласынан жалғастырамыз. Дәл осы күндері Еуропа чемпионатын Астанадағы студиядан жүргізіп жүргенімізді жақсы білесіздер, және Қазақстан футболында да жаңалықтар аз емес. Ең бірінші, әрине, Семей командасының футзалдан Қайраттың 20 жылға созылған үстемдігін тоқтатқан білесіздер. Ендеше осы және Қазақстан премьер-лигасының 11-ші тур ойындарын қорытындылаймыз. Ендеше бастайық. Еуропа чемпионаты басталды. Финалға қай құрама шығады? Жартылай финалда қандай командалар ойнайды? Чемпионаттың команда қайсысы? Ең көп гол соғатын құрама қайсысы? Міне осы 4 сұрақтың жауабын тауып 10 миллион теңге ұтыласыз. Комментарийде бекітілген сілтеме арқылы өтіп, фондағы достарымыз ұйымдастырған болжам байқауына қатысыңыз. Жүлде қоры 10 миллион теңге, көбірек дәл болжасаңыз, одан да көбірек ақша ұта аласыз. Ал меніңше ең көп гол соғатын құрама Германия құрамасы болатын сияқты. Алғашқы турдан ақ Шотландиямен өте жақсы ойнады. Ендеше бәріңізге сәттілік тілеймін. Сілтеме комментарийде. Сонымен, құрметті жанкүйерлер, Семей командасының Қайратпен финалдық сериясын толық көрдім дей алмаймын, өйткені үзік-үзік көруге тура келді. Жұмыстыққа байланысты кешегі 2-2 есебімен аяқталған матчтың соңында овертаймда Семейдің жеңісті жұлып әкеткенін көзбен көрдік. Ал бүгін міне мәселе ойын соңында пенальтиге дейін барған екен. Даңқты Дугластың қателескеннен кейін Қайрат білгенінен жаңылған сияқты. Осылайша Семей алғашқы маусымында осындай үлкен табысқа жетіп отыр. Бір есептен бұл бір футзалдағы өзгерістің де жақсылығы дейтін болсақ, екіншіден осындай бәсекелес мықты команданың Қазақстан чемпионатында пайда болғанына қуаныштымыз. Шыңғыс Есенаманов кезінде Қайраттың сапында жақсы ойнаған, міне жаңа команданың сапында чемпион атанып отыр. Ендеше Қайрат келесі маусымда чемпиондық атақты қайтарып алуға барын салатыны күмәнсіз. Ендеше қызық одан ары көбейеді. Алдағы уақытта жалпы біздің футзал жаңалықсыз болмайтын сияқты, және ұлттық құрама ең бастысы күзде өтетін әлем чемпионатына осындай мықты матчтар арқылы жақсы дайындалады деген сөз. Ендеше футзалшыларға да ерекше сәттілік тілейміз. Ал Қазақстан премьер-лигасының 11-ші турында дәл осы Семейдің өкілі Елімай командасы Ақтөбемен бір керемет матч өткізді. Есеп 2-2, оқиғаға да бай, голға да бай бір тамаша кездесу болды. Ең бастысы Семейдің Елімайы соңғы 3 турда 1-1, 1-1 және 2-2 есебімен тең ойнап, және барлығында жігерлі тең ойынға жетіп, жеңіске жете алмай келе жатыр. Яғни бір қарағанда Андрей Карповичтің жігіттері өте жақсы ойнап жатқандай ыңғай қалдыруы мүмкін, бірақ жігермен, мысалы Қайратпен ойында Юрий Перцух есепті теңестірді. Осы ойында мысалы Давид Майком есепті теңестіріп кетіп жатыр. Бірақ бірте-бірте Елімайдың екінші сатыдан ақырындап төмендеп келе жатқанын өздеріңіз де көрдіңіздер. Демек, алдағы уақытта жеңіс бұл командаға ауадай қажет. Келесі турда Елімай Тұранмен ойнайды. Тұранның да кейінгі уақытта ойынында нәтижесі түзеле бастағанын ескерсек, өте қиын қарсыласқа жолығады деген сөз. Сондықтан семейліктердің жалпы нәтижесіне ерекше алаңдап жүреміз. Ал Ақтөбе командасы болса сенімді ойнады. Әрине бұл жерде Габи Кики аяғымен тік секіргенде ойынның бас төрешісі неге пенальти белгілемеді деген мәселені жанкүйерлер қызу талқылайтыны күмәнсіз. Бір қарағанда дәл сондай адам өміріне қауіп төндіретін әрекеттің тіпті қызыл қағазбен пенальтимен жазалануы керек сияқты. Оның үстіне Давид Майком екінші гол соққан сәтте дәл сол Габи Кикидің позициясынан баспен еркін соғып кетті. Сондықтан осы мақтаулы қорғаушының осы бір екі әрекеті жалпы Ақтөбе жанкүйерлерінің де көңілін тоғайтпайды деген сөз. Енді әрине ойыннан кейін түрлі ресми органдарында пікірлері айтыла жатар, бірақ бізге салса шынында да аяғын сілтей секірген сәтте Габи Кики жалпы алаңнан қуылу керек сияқты көрінеді. Ойынға тікелей әсер еткен эпизод болуы да мүмкін, бірақ жалпы әр ойын сайын осындай бір шудың шығатыны әрине жанкүйерлерге ұнай қоймайды. Максим Самородовтың нәтижелілігі үшін қуаныштымыз. Максим өткен жылы естеріңізде болса, Қазақстан премьер-лигасында 5 гол соққан болатын, алғашқы турларда 4 гол соғып, сондай бір мергендіктің бір шыңынан шығатындай, жаңаша бір жетістігін толтыратындай көрінген еді, бірақ 5-ші голды ұзақ аялдаудан кейін, ұзақ үзілістен кейін деп айтайық, қазан айында ғана соғып, 5 голмен шектелген еді. Ал қазір міне 5 голды соғып үлгерді, және Қазақстан премьер-лигасының мергендерінің
көшбасшысына айналып отыр. Бірақ өздеріңіз білесіздер, соңғы матчтардағы Максимнің соққан голдары жалпы үлкен нәтиже әкеліп жатқан жоқ. Қазақстан құрамасының сапында Әзербайжанға да гол соқты. Ол кезде Қазақстан құрамасы 2-0 есебімен алға шығып кеткен еді. Бірақ ары қарай әзербайжандар 3 гол қарымта соғып, тіпті бізді жерге қаратып кетті. Ал бұл матчта Максим соққан гол Ақтөбеге жеңіс әкелеме деген едік, бірақ соңғы сәтте бәрібір Майком есепті теңестіріп кетті. Әрине нәтижелік үшін қуанамыз, бірақ Ақтөбе жалпы соңғы 5 турда ұтылмады деген күннің өзінде 2 жеңісі, 3 тең ойыны бар. Міне осында алдағы уақытта Парфеновтың жақсы жеңіс жолына салуына тура келеді, өйткені бұл команда қазір көш басында тұрғанмен, оны өкшелеп келе жатқан командалардың барлығы да аса алыста емес. Бұл турды Шахтер командасы Атыраумен бастады. Жалпы Шахтердің бас бапкері Андрей Финонченконың осы үзіліс кезінде сұхбаты шығып, жалпы ешкімде премьер-лигадан ұшып кетуді ойына алып жүрген жоқ. Бұл дәстүрбай команданы қалайда біз екінші айналымнан бастап түрлендіреміз деген ойын айтқан болатын. Бірақ осы матчта жақсы мүмкіндіктердің болғанына қарамастан Шахтер өз алаңында Атырауға 0-3 есебімен ойсырай ұтылды. Бір қарағанда кеншілердің 4 жағы толық тығырық шығатын жері жоқ сияқты көрінеді, бірақ ойын барысында Шахтердің аса нашар ойнамағанын көреміз, бірақ жақсы мүмкіндіктері пайдалана алмайтын ауру әлі қалған жоқ. Абылайхан Назымханов та жақсы мүмкіндік болды, Айдос Тәттібаев та бір жақсы мүмкіндіктер болды. Соған қарағанда жалпы осы трансферлік үзіліс кезеңінде бір жақсы шабуылшы керек сияқты. Қазірдің өзінде Сербиядан бір қорғаушы келеді деген әңгіме шығып жатыр. Басқа да кандидатурлар аталып жатыр. Соңғы қарағандыда жалпы команданың еңсесін түзеуге аздаған қаржының шетелде шығып қалған сияқты. Бірақ әрине Шахтерға қатысты осылай айтқанымыз өте ыңғайсыз. Алдағы уақытта кеншілердің басшылары жалпы бір дұрыс қадам жасайды деген ойдамыз. Және ең бастысы аутсайдерлердің арасында ұтылған және көш соңында қалған осы турда Шахтер ғана болды. Ал Атыраудың ойыны жақсы түзеліп келеді. Бұл турда Педро Эужени өте тамаша гол соқты. Бұрынғы мергендігін есіне түсіргендей болды. Және ең бастысы тікелей айып-добын соғып есеп ашты. Бұл жалпы Қазақстан деңгейінде, Қазақстанның клубтарының сапында Педро Эужени соққан 40-шы гол. Бұл да өте жақсы көрсеткіш, өздеріңіз білесіздер. Қазір Марин Томасов, Жоау Паулу сияқты мерген ойыншылар бар, шеттен келген. Енді міне солардың қатарында Педро Эужени да 40 деген белесті бағындырып отыр. Екінші голды соққан Наурызбек Жагоров үшін де қуаныштымыз. Бұл ойыншының жалпы дриблингіне, жалпы ойын тізгінін қолға алып, сондай айбалаңда еркін қимылдайтынына бұған дейін де сүйсініп білдіргенбіз. Бұл жолы Наурызбек соққан гол офсайдтан соғылған сияқты көрінгенмен, кейін VAR тамашалап голды осы жартылай қорғаушының еншісіне жазды және бойы салыстырмалы түрде аласа болса да баспен тамаша бағыттады. Бұл Наурызбектің Қазақстан премьер-лигасындағы бірінші гол екен, құрметті көрермен. Ол Атыраудың сапында жастар құрамасында ойнап жүргенде бір маусымда 12 гол соққаны бар, бірақ мұның бәрі әрине премьер-лига деңгейінде емес. Сондықтан Наурызбектің осы үлкен голына да біз шын жүректен қуаныштымыз. Осылай Атырау командасы қалың топтың ортасына қосылды. Бір секірсе көшбасшылардың қатарына шығатын мүмкіндігі бар. Ал Шахтер өкінішке қарай әзірше аутсайдер қатарында. Бұдан кейін енді команда ойының кілт түземесе жет ұпай деген жыртыққа жамау болмайтыны өзінен өзі түсінікті. Жанкүйерлер күткен бір ойын Тобыл мен Қайрат арасында болды. Қайрат өткен турда Шахтермен өз алаңында 4-2 есебімен ойнап, Александр Кержаковтың дебютін былай айтқанда кішкене бояған еді. Өйткені өздеріңіз білесіздер, 2-0 есебімен жеңіп жатқан Қайрат Ашортияның 2 голын жіберіп алып, кішкене қорғаныстан сәтсіз ойнаған. Ал бұл жолы Кержаков Қостанайда алғашқы сәтсіздігіне тап болып отыр. Естеріңізде болса, Тобыл командасы 3 ойында қатар жеңіліп, Милич Шуршиш командадан кеткен болатын, және әзірше уақытша команданың тізгінін Нұрбол Жұмасқалиев қабылдады. Егер Нұрбол жақсы нәтиже көрсететін болса, команданың бас бапкері ретінде қала беру мүмкіндігінде ой айтылды. Және сол ойды ақырындап іске де асыра бастаған сияқты Нұрбол Жәрдемұлы. Тобылдың аңызы бұл матчта аса бір үлкен жаңалық жасаған жоқ. Сол Жаслан Жұмашевты қапталдан шабуылдаушы ретінде негізгі құрамға салды демесеңіз, сол Годберг, Купер, Давид Эненнің орнына шабуылға шықты. Басқа жігіттердің бәрі дәстүрлі болды. Және Иванович бұл жерде
өте жақсы шабуылдады. Ортадан алынған пасты қақпашымен бетпе-бет шығып айбалаңына кірместен сол аяғымен тамаша соқты. 31 минутта өстіп тобылға жеңіс әкелді. Бұдан кейін Қайраттың да бір мүмкіндіктері болды. Дәстүр бойынша Жоау Паулудың тамаша мүмкіндіктері болды дей аламыз. Бірақ Қайрат тобылдың қақпасын таңбалай алған жоқ. Осылайша Александр Кержаков алғашқы жеңісіне, ал Нұрбол Жұмасқалиев алғашқы жеңісіне жетіп отыр. Бұл командалардың көшбасшылар қатарында қала беру немесе қосылуы әзірше алдағы күннің шаруасы болып тұр. Тобыл командасында қазір 6-шы орындағы Тобыл командасында 15 ұпай, Қайратта 18 ұпай. Қайрат осы турдан кейін 3-ші орынға сырғыды. Демек, алдағы уақытта бұл командаға да жақсы серпіліс керек. Қайсар мен Тұран кездесуінде Тұранның Қайрат көрсеткеніне өте риза болдық. Өйткені Тұран ойыны жақсы болғанмен нәтижеге жете алмай жүрген командалардың бірі еді. Бұл ойында бірінші болып есеп ашты. 11-ші минутта Тұранның қақпасына пенальти белгіленді. Бұл жерде Сулуканың қолына доп тиіп кеткен екен. Ал Дмитрий Бородин қателесіп отыр. Осының астын сызып айтайық. Ол допты оң қапталға тепті, бірақ қақпадан қиыс жіберді. Осыған дейін 10 пенальти соққан екен. Дмитрий Бородин Беларусь жартылай қорғаушысы 10-ны да дәлеңгізген. 2022 жылы Ордабасының сапында Ақтөбенің қақпасына 2 гол соқты, ал өткен жылы Қайсардың сапында 8 пенальтиді мүлтіксіз тепкен еді. Бұл жолы міне алғашқы пенальтидің өзін дұрыс орындай алмай отыр. Осы гол соғылып кетсе, мүмкін Қайсар өз алаңында жеңісті жұлып әкетер ме еді. Бірақ Қайсардың сапында бір көзір бар, Валерий Громыко дейтін. Енді қазіргі жанкүйерлер біле бермейді. Кезінде істер кезінде Громыко дейтін жоғарғы кеңестің бір мүшесі болған, министр дәрежесіне көтерілген. Негізі біздің құлағымызға сол көбірек келеді, бірақ осы жолы Громыко мергендігімен танылып отыр. Жақында ғана Елімайдың жартылай қорғаушысы Корзун екеуі Беларусь құрамасы сапында сәтсіз ойнап қайтты, бірақ Премьер-лигадағы Қазақстан Премьер-лигасында Громыконың ойыны жаман емес. Ол Қайсардың қазіргі бас мерген және дәл сол Максим Самородовты өкшелеп келе жатқан мергендердің қатарында. Өйткені 4-ші голын соғып отыр және оң қапталдан Әділет Кеңесбек берген пасты мүлтіксіз тепті. Бұл жерде Тұранның қорғаушылар қолын көтеріп офсайд деген белгі берген еді. Жоқ, ешқандай да офсайд жоқ. Осылайша Қайсар жігерлі жеңіске жетіп отыр. Қайсар да ақырындап міне көтерілді, тартылды. Қазір 8-ші орында. Қызылордалықтар жалпы осы қарқыннан танбаса, қазіргі 10 ұпайы одан ары ұлғая түседі деген сөз. Ал Тұран 8-ші ұпайына қол жеткізді. Бұл әзірше 13 команданың ішінде 11-ші орында келе жатыр. Әлде қауіпті аймақта тұр. Бірақ жалпы Әлеуетовтің командасы ақырын еңсесін түзей бастайтын сияқты көрінеді. Айтып өткеніміздей, келесі турда Тұран командасы Елімаймен ойнайды. Сол жерде мінез көрсетсе қызық болатын еді. Жетісу мен жеңіс кездесу 2-2 есебімен тең аяқталды. Бұл жерде 11-ші минутта сол қапталда жеңістің ойыншысы Ерстранд пен Жетісудің вингері Шрамченко допқа қатар ұмтылды. Екеуінің бас соқтығысты. Тіпті Ерстранд өз орнынан тұрып кеткенмен жалпы сол жерден Шрамченконы жедел жәрдем алып кетті. Құлағы сынды деген ақпарат келді. Тіпті ол кез есінен де танып қалған екен. Енді жалпы осы өте бір самдағай жартылай қорғаушының денсаулығында алаңдаймыз. Қалай дегенде де аяқ тартпау деген бір футболда термин бар. Сондай бір соңына дейін ойнаған рас, бірақ жалпы денсаулығы жақсы болды екен дейміз. Ең бастысы оның орнына шыққан Дінмұхамед Қараман да, Ерстрандтың орнына шыққан Сағи Совет те жаман ойнаған жоқ. Ал жеңіс осы жерде өте қатты қайрат көрсетті. Жалпы бұл ойында күмәнсіз, өздеріңіз білесіздер, біз алаң иелері Жетісуда фаворит қатарында атаған болатынбыз, бірақ бірінші болып Прокопенко есеп ашып кетті. Ақырын жеңістің сапында осы ойыншының гол соға бастағанына қуаныштымыз. 45+7-ші минутта гол соқты. Жалпы бірінші таймға 11 минут қосылды, ол жаңағы эпизодқа байланысты болды. Прокопенко гол соқты, бірақ Чарльстон 83-ші минутта есеп теңестіріп кетті. Қапталдан келген допты баспен өте әдемі бағыттады. Бірақ ары қарай Бидзинашвили 88-ші минутта жеңісті қайтадан алға шығарған еді. Чиканчи 90+4-ші минутта есепті қайта теңестірді. Бұл жерде тіпті Жетісудың қақпашысы Арсен Сүйукаев айбалаңнан келіп, дәл сол Чиканчиге баспен пас бергенін білесіздер. Чиканчи тамаша гол соқты. Осылайша Жетісу өзінің алаңында бір ұпайды сақтап қалды. Бір ұпайды алып қалды, әйтпесе жеңіс иеленіп кету керек. Жаңа біз аутсайдерлер мәселесін айтқанда осы жеңісті де солардың қатарына қосқанбыз. Яғни осы ерлікпен ұпай иеленген команданың бірі осы жеңіс болды. Бірте ақырындап жаңа бапкер
Акис Ваварийстің командасы ойынды ширатып келе жатқан сияқты. Артем Черединевтің ойыны ұнады. Сондай-ақ әдеттегі қорғаныста көп қателесетін Зураб Тевзадзенің де ойыны тәуір болды. Темірлан Әнәрбеков те дәстүрлі түрде жақсы ойнады. Сондай-ақ жаңа айтып өткеніміздей Прокопенконың голына да ризамыз. Жетісу командасы бір серпілгеннен кейін кішкене бір орында тығылыңқырап қалған сияқты. Сондықтан алдағы уақытта жалпы Қайрат Нұрдәулетов жігіттерін ширықтыра біледі деген ойдамыз. Қазіргі жағдайда Жетісу 7-ші орында 15 ұпайы бар. Көш басынан 4-ақ ұпай қалыңқы. Демек бұл команда бір серпілсе алға шығып баяғы өзінің орнына келуі өте мүмкін. Ең және бір ерекше атап өтетін соңғы матч Астана Ордабасы. Бұл Астанаға не болды деген сұраққа әлі де жауап таба алар емеспіз. Жалпы Алматыда өткен матчтың кішкене қара көлеңке көрінісін эфирден бізде көрдік, арасында шамалап, бірақ жалпы стадионда отырған адамдарға дәл осындай қара көлеңке білінбейді. Сондықтан жалпы трансляция нашар деген мәселеде жалпы осы картинаның ішінде да осындай көрінісін айтып өтуіміз керек. Ал стадионда отырған, хан тәңір стадионда отырған жанкүйерлер мұндайды жалпы аңғара бермейді, өйткені прожектор жақсы көрініп тұрады. Бірақ бұл жарыққа сай Астана ойын көрсете алған жоқ. Жалпы алғанда команда міне гол соғу мәселесінде тіпті нашарлатып алды. Астана мысалы соңғы 2 ойында мысалы Ақтөбемен тең ойнады, одан кейін Қайсармен тең ойнады. Атыраудан 0-1 есебімен жеңілді. Енді міне Ордабасыға өз алаңында есе жіберіп отыр. Және осы жеңіс арқылы Ордабасы көшбасшылардың қатарына қайта оралды. Яғни жеңілген Қайрат, тобылдан жеңілген Қайрат 3-ші орынға сырғыса, Ордабасы толыққанды 19 ұпаймен көш басындағы Ақтөбемен теңесті. Және Ақтөбеде бір есептен 20-мен тең ойнап, Ордабасының пайдасына жұмыс істеді десек болады. Ал Еркебұлан Тұңғышбаев бұл жерде жеңіс голын соғып отыр. Тұңғышбаевтың биылғы Қазақстан кубогында ғана бір гол соққанын білеміз. Және негізгі құрамға көп ілініп жүрмегенін де білеміз. Сондықтан бұл ойынына, жалпы бұл нәтижесіне Еркебұланның біз де ризамыз. Қалай дегенде де Еркебұлан негізгі құрамда алаңға шыққан жоқ, вингер ретінде гол соқты. Және бұл Еркебұланның 35-ші гол екенін, Қазақстан премьер-лигасындағы 35-ші гол екенін естеріңізге саламыз. Осы матчта Ордабасының қақпасын Азамат Жомартов қорғады. Өткен маусымда Атыраудың сапында аса көзге түспеген қақпашы міне ақырын жақында Лига кубогында өнер көрсетеді. Енді міне Қазақстан премьер-лигасында да Бекхан Шайзаданың орнын басып отыр. Шайзаданың өздеріңіз білесіздер, Қазақстан құрамасы сапында жарақаттанып, қазір емделіп жатқанын білеміз. Сондықтан Азамат Жомартов оны мүлде жоқтатпады десек болады. Сондықтан жалпы Астана міне қазіргі премьер-лигада 9-ші орында. Бұл жалпы бұрын соңды болмаған жетістік деуге келмейді, бұрын соңды болмаған сәтсіздік. Сондықтан алдағы уақытта команда басшылығы команданың бас бапкері Бабаянды орнынан қозғай ма, әлде де сенім арта ма, бірдеңе деп айту қиын. Бірақ Астана қазірдің өзінде міне 10 ойында Астана 4 рет жеңіліп қалды. Бұл жалпы былай айтқанда 50%-ға жуық мұндай нәтижеге, мұндай сәтсіздікке Астана ешқашан душар болмаған. Еврокубоктарда ғана оның ірі есеппен ұтылатынын білеміз. Ал қазір негізгі қарсыластардың бәріне дерлік ұпай беріп, есе жіберіп жатыр. Сондықтан алдағы уақытта Астана серпілмесе болмайды. Ордабасы керісінше маусымды әркелкі бастағанмен бірте-бірте жеңіс жолына түсіп келе жатыр. Жалпы команданың басшылығының өзгеруі, негізгі басшылықтың биікуі жақсы әсер еткен сияқты. Осымен 2 ойында Ордабасы сенімді жеңіске жетті. Жетісуға 3 гол соқты бір таймда өткенде, ал осы жолы міне Астананы сырт алаңда жеңіп отыр. Демек, чемпиондар өзінің атағын қорғауға, былай айтқанда, дайын дегеніміз сөз. Ең бастысы алдағы Еврокубоктарда бұл команда жерге қаратпауға тырысатын шығар. Және ең бастысы қазір Ордабасында ықтимал қарсыластары, Чемпиондар лигасының алғашқы іріктеуіндегі ықтимал қарсыластары белгілі болып отыр. Оны әрине осы 18-ші маусымдағы жеребеден кейін нақты білетін сияқтымыз. Міне 11-ші турдың ойындары осылай аяқталды. Өте жақсы аяқталды және нәтижелі ойындар көп болды. Бұл бізге қуаныш әкеледі. Өйткені дәл қазір өзіміз жүргізіп тамашалап жатқан Еуропа чемпионатында кемінде әр ойында 2-ден 3-тен гол соғылып жатыр. Және біздің командалар сол дәстүрді өз алаңдарымызда жалғастырса қанекей дейміз. Ендеше шолымызды осы тұстан аяқтаймыз. Еуропа чемпионаты өтіп жатса да өзіміздің футболымызды ұмытпайтынымызды естеріңізге саламыз. Аман сау болыңыздар.